денесinin жарақаты ештеңесі жоқ екен, бірақ бүйрегі несі ауырып тұр екен, оны айтып пандемия күні осмотр жасайды, мысалы необходимость болса жатқызады деп. Дарханның өзінің айтқаны, мен басында қорқып қалдым деді, енді осы жерге келіп басында басталып неткен кезде. Содан кейін қазір я спокойно деді, өзінің жалғыз жанына бір кісімен жатқызған екен. Ешкім болмайды, соқпайды, қазір бәрі тыныш. Бәлеріңізге рахмет айтып жатыр. Бүйрегі ауырғаны сол соққының салдары шығар, иә? Не үшін ауырған? Енді оны ДВД-дан да соғып келген, оны бетісіп тұрды ғой, сол жерде. Білмеймін мен, ол бұны следствие қозғалды ғой, экспертиза жүргізілді ғой, иә? Сол белгілі болады сол жерде, қай жерде. Ол Дархан одан қашып тұрған жоқ, кім соққанын түрін бәрін біліп тұр. Ұрған дейсіз ғой, иә? Мен самый главный жерге жатып, ана ДВД-ді ақша. Мәжбүрлеп қол қойдырмаған ба әйтеуір? Бұл жерден іштеке қол қойған жоқ шығар? Оны следак. Ол алдындағы ДВД-дағысы, ол прокурорда оның істері, прокуратура оның нетіп жатыр ғой. Ал қазіргі мен өзім көзімен көріп, жаңағы успокоить етейін деп келгенмін, бірақ көңіл күйі жақсы ғой. Көңіл күйі жақсы. Бірақ тек қана правозащитный органдарға өкпем бар деді. Мына көптеген балалар отыр, жаңағы неміз кінәсіз, сол кісілерге ешкім жұмыс жасамайды. Комиссия құрылмаған, ешкім ешқандай жұмыс жасап жатқан жоқ. Соны айтты сіздер. Айтпай отыр ғой мәселе. 280 адамның білмеймін ғой ондарын. 280 адам. Жоқ, оларға солардың туыстары кінәлі ғой негізі. Туыстары шығу керек, мына жерде комиссия құрылды қазір. Самат деген баланы айтты, жанында жатты деп алдында мен осы бір кісілерге берген данныйын әйелінің. Сол кісіге көмек керек, әйелі еп қалады, және 3 кішкентай баласы бар. Самат деген, иә? Айгерімде тұрады екен квартирада. Жақсы. Оның хозяйны полковник екен, ана митингіге қатысты деп алып кеткен күн түнде семьясын далаға қуып шыққан екен. Содан ол кісілер шелекте біреудің үйінде жатыр екен қазір. Сол кісіге көмектеріңізді берсін деп сұрап жатыр, аманат қылады сіздерге. Сол жағынан правоохранительный органда сол жағынан жұмыс жасасын. Телефоны бар ма екен? Ол білет Қонай ағаға мен жіберген. Жақсы, осы жерде қазір қинау не болмай болған жоқ, иә? Жоқ, бәр жерде видеокамера қазір ешкім соғып ұрып жатқан жоқ. Мына жерде жаңағы прокурордың заместителі жүр, мына кісілер жүр. Бұл кісілер оказывается қадағалап, қалай түседі, содан қадағалап, қадағалайды. Дұрыс. Түсіндіріп берейін мен, рұқсат болса. Мен қала прокурорының орынбасары, қысқаша. Мен қала прокурорының орынбасарымын, Назар Ибраимович. Қала прокуроры. Не, кешегі арыз бойынша, пытка дейміз ғой орысша. Пытка бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта оны тиісті органға жолдайды. Полицияға емес, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметіне жолданады. Мысалға, біздің қызметкерлер осында бір жеті болды, жұмысты осынан бастайды. Осында келген адамдардың барлығын тексеріп, тергеу изоляторы өздері тексереді, бізде бірге аралап шығамыз. Кімде қандай болды? Мынау ұрып соқты деген ондай әңгіме туындамайды бұл жақта. Оған дейін ұрылғандарды сіздер тексересіздер? Ол бойынша қылмыстық іс қозғалды деп айтып отыр. Қылмыстық іс қозғалды, ол бойынша. Анау жақта күн бұдан адамдар келіп, бұларды тағы пытать ететін сол жағын қарап тұрсам. Мен тағы да бір рет түсіндіріп отырмын, қайталап отырмын сіздерге. Прокуратура қызметкерлер осы жерде жұмысты осынан бастайды. Бізге прокуратура келмейді. Осында келеді, осы күніз бойын жұмысын осында өткізеді. Мысалға, қазір мемлекет тарапынан жәбір көрген полиция қызметкерлерін айтып жатыр ғой, Тоқаев қайын айтып жатыр. Ал қарапайым осында халықты білмейміз, мен айтып отырмын, жаңа Саматтың әйелі дейді. Сол кісілердің тізімі қалай шығады? Бәлкім іздеуі жоқ, балалар үйінің баласы осында құлданып жатқан шығар. Біздің прокуратураның бәрі қоғамға керек ол жалпы. Сабыр, мен түсіндіріп берейін. Бұқаралық ақпарат құралдарына барлығына біздің телефондарымыз берілген. Қажет болса біздің прокуратураға келіңіздер. Бұған байланысты тергеу тобы құрылған. Тергеу тобына хабарлассаңыздар, барлық мәліметтерді кім қамалды, кімде қандай мәселе бар, оны түсіндіріп береді. Әрқайсыларында адвокаттар бар. Адвокаттар алқасымен бізде қарым-қатынас бар. Күнде сөйлесеміз, мен өзім күнде сөйлесемін. Кімде қандай сұрақ бар, кімде қандай... Менде бар бір сұрақ. Адвокаттардың сұрағы бар ма? Мына жерде кіргізбей жатыр. Мысалға, мына кісі бағана келіп отыр, қолында құжат жоқ. Мен заңгермін. Мына кісілердің барлығы заңға сәйкес жұмыс жасайды. Тиісті құжатты алып беріңізді, тергеуші осындай отыр, күтіп отыр, сізге рұқсат береді, рұқсатпен кіресіз.
Бұлай ешқандай құжатсыз кешіріңіздер кіргізе алмайды екенбіз. Бұл режимдік мекеме, режимдік мекемеге рұқсатпен ғана кіреді. Кешіріңіз, тағы сұрақ қойсам бола ма? Мысалы, азаматтық белсенділердің аттары танымал, олардың артынан осынша халық келеді. Бірақтан танымал емес, қарапайым қазақтың жігіттері де осы жерде қамауда жатыр. Бәлкім олардың туысқандары да олардың осы жерде жатқаны туралы білмейтін шығар. Сол осы жерге қаңтар оқиғасы бойынша қамауға алынған тізімдерді журналист ретінде біз алуымызға болады, иә? Мемлекет неге комиссия құрмайды? Прокуратурадан мысалға сіз қатысыңыз комиссияға. Комиссияға қатысатын біздің құқығымызда жоқ, бізде тергеу тобы бар. Прокуратурамен басталған. Прокуратура басшысы отыр, тергеу амалы жоқ. Егер ондай сұрақтарыңыз бар болса, прокуратураға келіңіздер, прокуратура түсінеді. Менде бір сұрақ. Прокурор заңгер ретінде мына қазіргі осы жерге қамалып жатқан осы қаңтар оқиғасына байланысты қаншама адамдар қамалып отыр, иә? Үстерінен қылмыстық іс ашып отыр. Прокурор ретінде сіз соған қарсылық протест беруіңіз міндетті. Себебі тұра тұрыңыз. Мен оны дәлелдеп берейін. Себебі ол тек қана сол демонстрацияға қатысты деген адамдарды, даже жараланғандарды алып келіп бірден қылмыстық іс қозғап жатыр. Ол уже қылмыстық іс қозғаудың өз заңсыз. Себебі ешқандай олардың қылмыс жасамаған, ол жараланса, ол әуел пострадавший, былайша айтқанда. Оның үстіне олардың үстіне қылмыстық іс емес. Оларды егер істі зерттеп, кәдімгі куә ретінде алаңда не сонда әңгіме басқа. Мынаның бәрі заңсыздық. Бәрі заңсыз. Заңсыздық деп айтуға кішкене ертерек. Ерте емес. Террорист тыңдайды. Мен сізді тыңдадым, сұрағыңызды түсіндім. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүріп жатыр. Бұл кісілерді кінәлі деп ешкім айтқан жоқ әлі. Кінәлі деген тек қана сот белгілейді. Бұл кісі айыптаушы бола ма, бұл кісі куәгер бола ма? Неге қылмыстық? Мен сұрағыңызды тыңдадым, мен ары түсіндіріп көрейін сізге. Қалай мынау осы оқиғалардан кейін полиция басқармасына адамдарды әкеле бастады, прокуратурамен ғана 100-ге жуық адам босатылды. Оған қатысы жоқтар. Содан кейін әкімшілік істер бойынша болған. Әкімшілік іс бойынша алып келіп басқа мәселелермен қамауға алғандарды айыппұлды одан ескертуге ауыстырылды. Біздің бөле тұрайын. Бір минут, бір секунд. Ана әкімшілік іс қозғап жатырмыз дейсіздер. Әкімшілік оның өзі де заңсыз. Себебі не? Себебі әкімшілік 488-ші баптың өзі Конституцияға қайшы. Тұра тұрыңыз, ол басқа мәселе. Заңсыз десеңіздер, ол сот арқылы, сот шешім қабылдайды. Заңсыз десеңіздер, сотқа Тағы сұрасақ бола ма? Мұнда мысалға қоғамдық тәртіпті қадағалайтын полиция бар. Біз халық ретінде салық төлеп отырық қой полицияға. Неге олар қоғамдық тәртіпті қадағаламай қашып кетеді? Неге олар жаңағы қару жарақ алғандар ұшалып кетті? Мына мәселені шештік. Жараланып келіп жатқан адамдар бар ма? Бар. Отырған медициналық Бар, мына Айдар Оразбек бар, Нұргелді бар. 29 адам осы жерден медициналық мекемелеріне ауыстырылды. Газ жоқтан Бірақ нәрсе сұрайыншы. Оразбеков Айдарды неге жібермедіңіз онда? Сіз атсалысасыздар ма? Осы заңсыз ашылған қылмысты істерді, олар демонстрацияға қатысады, олардың құқы. Олар іштеме бүлдірген қылмыстық іс жабылу керек. Оны тергеу амалы шешеді. Қазір жабылу керек па, сотқа жіберіледі, мен сізге жауап бере алмаймын. Неге? Сіздер қадағалау міндет прокурор. Қадағалау жоқ деп айтамын, қадағалау бар. Тергеушілер заңды бұзып қылмыстық іс ашып отыр. Ондай уәждеріңіз дәлел. Жалпы ағай, біз мұнда келіп жүрміз. Тоқаев айтты ғой, шет жақтан келген азаматтар деп. Бәрі қазақ қой мұнда. Қайда? осында кіріп бұл жаққа кіре алмайсыз. Бұл жаққа тек қана статусы бар адам келеді. Менде мынандай сұрақ бар. Біз қоғамдық Жалпы айтқан уәжін тыңдадық қой. Дархан Уалиевті шамасы жақын күнде ауруханаға алып баратын сияқты, жаңағы бүйіріне қатты соққылар алған. Жалпы мұнда келген қазір азамат қоғамдар біздің білетініміз іште өзіміздің бұған дейін азаматтық позициясын білдірген Дархан Уалиев деген ағамыз жер сатылмасын, Қытайдың экспансиясы, сайлау әділ болсын, ылғи бейбіт диалогқа үнемі
диалогқа шақырып бейбіт наразылықтарын білдірген Дархан Уалиев үшін келіп отырмыз. Және іште Айдар Оразбеков, Нұргелді ағамыз. Біздің танитындарымыз осы. Жалпы 280 адам, барлығы да ақталғанын тілейміз. Барлығы әділ тергелсін. Жалпы тергелудің өзі заңсыз болып тұр ғой жалпы. Ол кісілерді куәгер ретінде шақырса болатын еді. Бірден дыбыдыға барып, оларды ұрып соғып, артынша қылмыстық істі қозғай салудың өзі қылмыс жалпы. Осында ағайында көріп отқан жаңағы әпкеміз айтып отыр ғой, Дархан ағаның әйелі. Самат деген азамат осында қамалып жатыр. Әйелі жүкті екен, жаңа пәтерден шығарып тастаған. Енді сол адамдар хабарлассын, ел болып, жұрт болып, жаңа көмектесейік. Жалпы осы видеоның соңына қазір мен Шәрбат деген белсенді әпкеміз бар, апайымыз. Сол кісінің есеп шоты қойылатын болады. Өйткені белсенділер осы Лобачевскийде 3 адам жатыр. Ауруханада жатқан адамдар бар. Сол кісілерге қаржылай көмек керек болады. Өйткені тамақ, азығын тасиды, дәрісін тасиды. Оны осы белсенділер ұйымдастырып жүр. Сондықтан да жұмыла көтерген жүк жеңіл адвокат жағы бар. Адвокатқа жаңа ұйымдарға алғыс айтамыз. Бақытжан Төреғожин апай басқаратын Ар-Рух Хақ ұйымы адвокат жағынан өздерінің көмегін беруде. Сол үшін жалпы Шәрбат апайдың кәсіби голты осы видеоның төмен жағына жазылатын болады, сілтеменің астында да жазылатын болады. Әркім жұмыла көтерген жүгі жеңіл, жазықсыз ешкім қамалмасын, жазықсыз ешкім тергелмесін. Қаржылайда көмектеріңізді беріңіздер, басқа өңір, басқа қаладағылар. Аман болыңыздар, халық террорист емес, ешкім жазықсыз қамалмау керек. Алматы қаласы ЛА 155-18 мекемесі, қылмыстық атқару жүйесінің комитеті.